Әріптестер, мен Instagram парақшамда кеше DID студиясы туралы салдым ғой. Енді осының превью дейді немесе Reels обложкасын жасайын деп жатырмын. Мен бұның барлығын Canva сервисінде жасаймын. Canva сервисін аштым. Қазір енді мен ойыма келді, жаңа бір обложканы жасап көрейін деп. Соны жасайын деп жатырмын. Мынаны интернеттен тауып алдым осыны. Тоже мына түстердің үйлесімін қараймын ғой, мына жердегі түстермен сәйкес келетін дегендей. Енді қазір мен мынаны былай созып көрейін. Енді осы жерге DID студиясына жерге салуым керек қой. Мына телефонды ашқанда осы фондағы мына жерде тұру керек қой, мына жерде. Қалай кіргіземін? Енді қазір элементіға кірейін де, мен бұл жерден мына рамкиға кіріп, телефонның мынаусын алдым, мына суретін. Так, осыны алып, мына қол тұр ғой. Қолға бет ықшамдап алып келейін. Ойыма келді да, енді осыны істемесем қазір. Ойым кетіп қалады шашырап. Осылай істегім келіп тұр. Давайте чуть-чуть өсіріп жіберейін. Өсіріп емес, құдай ау. Үлкейтіп жіберейін. Дұрыс сәйкес келмей тұр. Вроде келген сияқты, енді осының ішіне қазір суретті қосуым керек қой. Мен бұл суретті мына DID студиясы бар ғой, міне. Осының мына фотосын алып отырмын. Бүкіл жері қап-қара темный болса ашпай кетеді ғой, сондықтан солай алдым. Бұны мен, по-моему, қайда сақтадым? Вот столда. Қазір жүктеп жатыр. Тек маған қазір бұның ішіне салдым. Осылай көрініп тұр. Енді мына бір жерге DID деп жазсам болады. Енді мына жерге текст дегенге барып, добавить дегенді. Қосып жүрейінші. Сәл размерін үлкейтіп. Мына жерге былай алсам, түсі өзгертейік. Біздің обложкаға дайындаған суретіміз дайын. Қазір сақтап көрейік. Мінекей бізге дайын тұр. Енді қазір Instagram парақшама салып көрейін. Қалай шығатынын көреміз. Мінекей жаңағы жасаған суретім осындай болып шықты. Тек мына жерге жаздым. Жазу енгіздім, болды. Осылай жасасаңыздар болады Canva'да.